Жалғастырамыз. Парктер шеру 2019 дәстүрлі шарасы бүгін Аққанат ипподромынан бастау алды. Республикалық деңгейде өткізілетін табиғатты қорғауға бағытталған акцияны жылдағы әдеттерінше жоспарға сай Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы ұйымдастырды. Аталған акция бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күніне орайластырылды. Үстірт мемлекеттік табиғи қорығының қызметкерлері, қаладағы колледж студенттері және ерікті жастар белсене қатысты. Осыдан 3-4 жыл бұрын Құланды ауылының орталық саябағында паркте 100-дің үстінде тал ектік. Осы акцияның аясында тал ектік. Соның 98 тал өсіп шықты. 103 па 104 па тал отырғыздық. 98 тал көктеп шықты. Былтыр алдыңғы жылдары осы қаланың ішіне егіп жүрміз әр жерлерде. Мына мектептердің айналасында, 21-ші мектептің қасында бар, әртүрлі мектептердің қасында. Тіпті өспей қалды дегенде 70% өсіп шығады. Қолымыз жақсы ма, ниетіміз түзу ма, әйтеуір біз өсірген нәрселер өсіп шығып жатыр. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан жастар ағаш түптерін қопсытып, көшеттерді отырғызып шықты. Бұл акцияның тәрбиелік маңызы зор. Студенттер өздері еккен талдарды күтіп баптап, мақтаныш ретінде айтып жүретін болады дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңаөзен қаласының жастары мен студенттері бүгін ипподром саяжайына келіп, тал егу маусымын бастап кеттік. Және де осындай шараларға белсенді атсалысып, және де ары қарай атсалыса береміз. Келесіде осы жерге көгалдандыру және тазалық жұмыстарына келетін боламыз. Аққанат атшабарының аумағы қоршалып, жеке кәсіпкерлердің көмегімен тас жолда төселген. Тұрғындардың қауіпсіздігі үшін ережеге сай жұмыстардың барлығы рет-ретімен орындалып жатыр. Ал көгалдандыру шарасы бүгінгі акция аясында қолға алынды. Бүгін мұнда 180 түп ағаш отырғызылды. Қоршап тастадық, енді бұйырса Құдай қаласа мынаның үстімен пластмасс су жүргіземіз, водовод, сосын 3 жерден емкіс қойғым келеді. 3 жерден емкіс қоямыз да, сол емкістен су ағады. Мына егіп атқан талдарымыз. Біздің Маңғыстауда көк аз. Сондықтан бір ойымыз көгалдандыру. Ол оттегі, ол саябақ ертең өскенде, ол келер ұрпаққа біздерге бұл ертең мәуе ағаш болғаннан кейін соның көлеңкесінде біздің балаларымыз, немерелеріміз ат шауып осы жерде соның көлеңкесінде болады деп ойлаймын. Ағаш отырғызу игілікті. Сәуірден бастау алған акция 5 маусым қоршаған ортаны қорғау күніне дейін жалғасады. Үстірт табиғи қорығының ұжымы барша қала тұрғындарын табиғатты аялауға, қорғауға шақырды. Үнемі теориялық әрі практика жүзінде көмек қолдарын созуға дайын екендіктерін жеткізді. Сәуле Жолмамбетқызы, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар.